саламатсыздар ма, қалайсыздар? Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгінгі новый ашылған каталог шоу жасаймыз. Яғни қандай новинкалар күтіп тұр, қандай скидкалар бар. Жалпы бәрін таныстырамын. Сағат 1:00-де бастаймыз деген, бірақ уже қосылып жатыр қыздар. Сағат 4 қояқ. 2 минуттан кейін бастаймыз. Жетінші каталогты қалай аяқтадыңыздар? Жаңа званияларыңыз құтты болсын. Осы каталогта да өте күшті заттар бар. В основном ассортиментте өте көп қой бізде. Қалағандарыңызды аласыздар, тем более өз бағасына. Жақсы, бастай берейін. Уже қосылып жатыр қыздар. Өзімді таныстырып өтейін. Есімім Фарида Байқызы, жасым 27, Oriflame компаниясының директорымын. Жалпы келгене 1,5 жыл болды. Аллаға шүкір, өз жуынып, боянып жүріп, өзімді өзгертіп, табыс тауып жатырмын. Сіздер де солай жасай аласыздар. Ал енді бастайық, сағат 1 болды. Ал кеттік, бізді күтіп тұрған міне 8-ші каталог. Осы 8-ші каталог бізге табысты болады деп сенімдімін. Дәл бүгіннен бастап бұл эфирден кейін заказ жасайтындар өте көбейеді деп сенімдімін. Себебі дәл бүгіннен бастап заказ берсеңіздер, бүкіл осы каталогтың ішіндегі бүкіл зат болады складта. Егер келесі аптаға каталогтың бітуіне қалған кезде заказ беріп жүрсеңіздер, барлығынан бүкіл арзан заттан құр қалатын боласыздар. Бұл Oriflame компаниясы. Ал енді кеттік. Бірінші бетінде бізде мазмұны тұр. В основном бұл жерде келесі 9-шы каталогтағы новинка заттардың пробниктері. 500 теңгеге 3 духи, крем, тоналканың пробниктерін 500 теңгеге ала аласыздар. Ал енді біздің көптен күткен новинкамыз бұл новорожденныйға арналған шампунь, масло и бальзам. Осыны осы каталогта алатын боласыздар. Қазір ол қандай барлығын түсіндіріп көрсетемін. Келесі бетке өтейік. Бұл бетке уже бізде бетке арналған ощущающий гельдер, сабындар барлығы бар. Бұл мына сабынын айтып кететін, мысалы біз бетті ешқашан сабынмен жумаңыздар деп айтамыз ғой. Себебі бетке сразу әжім түсіреді сабын. Сондықтан да мен сол сөзді естігеннен кейін ешқашан сабынмен бетімді жуған емеспін, только мынандай ощущающий гельдер, тониктер, мысалы, солармен ғана қолданамыз. Ал енді бізде компания бетке арналған, именно бетке арналған сабынды шығарды. Сондықтан да еш қорықпай әжімнен қолданатын боласыздар. Әсіресе ер азаматтарымызға жақсы болды. Өте керемет, үлкен көлемді сабын. Алып үлгеніздер, енді мұнаны тестировать етейік. Бұл ощущающий гель для лица, яғни бетімізді тазалауға арналған. Бұл өте үлкен көлемде, міне. Мен алғаныма да сенбеттер, өте үлкен. Қазір бұны қалай пениться ететінін көрсетемін. Бұл бетімді жууға арналған, маған мына жерде мынадай губка бар арнайы бізде. Осы губкамен мен күнделікті осы гельді тамызудың арқасында. Қазір мынаны сулап алайын. Сулап аламын. Мынаны үстіне бүйтіп жағайын.
Осы кішкентай көлем өзі барлығына жетеді. Бүкіл бетті тазалап, даже мойынға дейін тазалап аламыз. Не қараңыздар. Қазір бұны суға араластырып, бетіп көпіртеміз. Ыңғайсыз, бірақ сонда да қараңыздар қалай көпіріп жатыр. Міне, қалай көпіріп жатыр. Міне, губканы көрдіңіздер ма? Осылай бүкіл бетті өйстіп тазалап алатын боласыздар. Вот. Осылай көпіреді қыздар. Кішкентай тамызғанның өзі көпке жетеді. Алып үлгеріңіздер, өте күшті. Скидкамен тұр. Беттеріңіздің барлығын кірлерін тазалап шығады. Біз ойлаймыз, бетті бір жуамыз, сумен де жуамыз, бірақ именно мынандай әшейші гелдермен тазалап тастасақ, барлығын алып түседі. Дальше кеттік. Бұл жерде Essential сериясының бүкіл бетке арналған кремдері тұр. Қазір мен сіздерге скраб, осы сериядағы скраб маска 2 в 1. Соны көрсететін боламын. Ол бізде скраб маска міне. Бұл да тоже кішкене үлкен көлемде. Мына жерде қазір қалай жағу керегін көрсетейін. Өзінің скраб сияқты нелері бар. Түйіршіктер дей ма, не дейді? Кәдімгі қазір көрініп тұр ма? Бетке жаққан кезде айналдырып, осылай дәл осылай бетке айналдырып, сіндіріп жағатын боласыздар. Мынау көздің айналасынан дөңгелектеп бітіп, кәдімгі маска жаққандай. Осыны көрдіңіздер ме, қандай дөңгелектері бар? Скраб көрініп тұр ма? Прям күшті сінетін болады. Бұны 10 минут қойып қоясыздар беттеріңізге, одан кейін сүртіп аласыздар. Қатып қалмайды. Осылай, дәл осылай сұйық күйінде тұрады. Жаңағыдай. Кейбір маскалар бар, қатып қалатын, олдай емес, ол басқа маска түрі. Именно осылай тұрады. Беттеріңізді нәрлендіреді. Алып үлгеріңіздер. Қазір қолым жуылайын. Келесі кеттік. Бүкіл бізде бетке арналған күшті наборларымыз бар енді. Тазалап шығады, я. Беттеріңіз демалып қалады кәдімгідей. Прям мына жерлерінде бір жаңадан тері шыққандай болады. Аптасына 2 рет жасап тұрам. Мен ешқандай боянған жоқпын, сол үшін көрсетейін дегенім. Только маска осындай гельдерді қолданам. Так. Енді бізде крем, бетке арналған крем. Ол мынандай кішкентай көлемде, тоже Essential несі сериясынан. Менде ақ набор болғандықтан сіздерге ағын көрсетіп тұрмын. Көбін алғандар болса өте қандай екенін чатта бөлісетін боласыздар деген үміттемін. Вот, міне мынау менде бар крем, бетке арналған өте кішкентай көлемде. Тоже бетке жағасты. Мен особо бетке крем жақпаймын, бірақ сонда да ешқандай иісі жоқ, ешқандай несі жоқ. Витамин несімен SPF 10, яғни күнге шықсаңыздар да кішкене нетпейді, күннен сәл қорғап тұрады. Кәдімгі жақсаңыздар сразу сінеді. Көп алып қойыппын, просто бүйтіп жақсаңыздар. Қараңыздар қалай сініп жатыр, я? Осы наборды алып, бетке күтім жасаймыз. Міне қандай күшті. Ары қарай кеттік. Уже бізде бұл жерлерде уже гель душалар. Бізде Love Nature'ның гель душаларында. Даже новинкасына дейін. Мына новинкасын әлі ала алмай жүрмін.
таусылып қала береді пока алам дегенше. Сондықтан да қыздар барлық түрінен алып көріңіздер. Гель для душа, бізде гель для душа. Так, мен алып қойған сияқты едім. Так, гель для душаларымыз өте күшті көпіреді ғой біздің. Келесі бетте уже талк, денеге арналған тальк. В основном мен кішкентай қызыма қолданатын едім, памперс киетін кезінде. Одан кейін аяққа арналғанын алдым, аяққа арналғаны. Вот міне. Бұл в основном неде жоқ, каталогта жоқ, чатқа бірақ кодын жіберем, сұраға керек болатын болса. Просто айтайын дегенім, мысалы мен жүгіретін едім, кроссовкамның иісі прям енді бүкіл әлемді алатын мыстықтаған кезде, сондықтан да мынау кроссовкеге сеуіп қойған кезде күшті иіс шығып тұрады. И аяққа да жағамыз, сондықтан да аяқтың иісі барлар тоже мынандай крем болсын, тальк болсын, или мынандай болсын алыңыздар, себебі аяқ киімнен ғой барлық нәрсе. Аяқтың иісі шығатыны сол аяқ киімнен. Аяқ киімді таза ұстаңыздар, и аяқтарыңыз сасымайтын болады, былайша айтқанда. Ары қарай кеттік. Бізде сабындар. Oriflame сабынын күшті, жақсы көреміз ғой прям. Мына жерде мен жинап қойған түрлі сабынымдарымды көрсетейінші, мына жақта. Скидкамен алып тастаған прям мынандай сабындар. Бізде осы каталогтағысы міне. Мына сабындарды балаларыма беріп қойғам, ойнап тастады прям. Твердый и күшті көпіреді қыздар. Иісі деген. Иісін вообще айтамайын. Прозрачный ғой. Но екеуі прозрачный, мына детский сабындар міне. Жүрек көлемді емнау. Микки Маус па? Біреудің басы ғой мынау. Мультфильмдегіні. Прозрачный қыздар. Қараңыздаршы қандай күшті. Барлығын ашып тастағанбыз. Сөйтіп жатыр үйде. Шетінен қолданамыз. Так, ары қарай кеттік. Біреуге подарок еткен кезде де набор жасап бере саласыздар, күшті ма? Ал кеттік. Бізде келесі бетте міне солнце защиткалар берілген екен. Бізде новинканы берді компания. Қазір новинкасын көрсетейін. SPF 30. SPF-ке арналған бір керемет кеңесті естідім жақында. Яғни бұл SPF-калар 20 минутқа ғана жарайды деп естідім, қателеспесем. Күнге шыққаннан кейін тағы да осы мынаны жақсаңыздар, тағы да 20 минут қосып аласыздар, яғни күннен қорғайды қыздар. Өте керемет. Мен енді жағып жүрмін. Сондықтан мына новинканы алып қалыңыздар. Алдыңғы каталогта SPF 50 шыққан, бұл қазір 30 енді шықты міне. Балаларға да арналған Kids деген несі бар, SPF-калары бар. Особо жазда вообще өзімізге қарамаймыз ғой, жақпаймыз да, Сондықтан да күннен қорғану үшін жағыңыздар. Келесі бізде зубный пасталар, щеткалар, детский барлығы бар. Жуынбайтын, түшінбайтын адам жоқ деп айтамыз ғой, енді бизнеске шақырған кезде. Сондықтан да именно біздің зубный пасталарымызда фтор өте аз. Ерінбей жуынатын бөлмелеріңізге барып көріңіздер. Зубный пасталарымыз қанша фтор бар екенін бізде өте аз. Яғни өте күшті. Тістерімізді ағартатыны бар, десныйға арналғаны бар. Әр 20 минут жағу керек емес, просто тағы да қосымша қорғап тұрады дегенім ғой, Жанерке ханым. Ал енді келесі бетінде
өте керемет, біздің витаминіміз өте күшті скидкамен шыққан. Міне қараңыздар, қандай скидкамен тұрған. Алдын 6000 теңге, өз бағасы 6000 теңгеге алатын елге, қазір мына қараңыздар, 20% алып тастаңыздар, вообще қандай скидка болатынын көресіздер. Бұл омега 3-ді қайда қойдым? Омега 3-ді көз алдында тұрған нәрсені көрмей тұрмын. Мына жерде тұрса, мен аяқтан іздеп жүрмін. Омега 3-ді азанда аш қарынға 2 капсуласын ішемін. Іштегі майды ыдыратады, қыздар. Арықтағыларыңыз келсе деген ғой. Мен өзімнің кеңесім вот. Уже бітіп жатыр, уже мына скидкамен как раз алатын болдым. 3-4-еуін алып қоймасам. Айтпесе, бұндай скидка келмейді, қыздар. Одан кейін бұл сіздің моторыңыз ғой. Жүректің моторы, былайша айтқанда, жүрегіңіз, зрение, память барлығына. Осының құдіретін біліп алыңыздар, ютубтан іздеп қараңыздар. Себебі өздеріңіз ізденбейтін болсаңыздар, особо білмейсіздер, сондықтан зерттегілеріңіз келсе, зерттеп осыны конкретно нақтылап айтып берсеңіздер, адамдарға 150 балды ешқандай қиындықсыз жасайсыздар. Вот. Керемет скидкамен тұр. Алып үлгереміз, каталогтың соңында бұл қалмайды. Сіздерге отвечаю, уже 1,5 жыл жұмыс жасағандықтан мынау скидкамен қалмайды. Дәл бүгіннен бастап заказ беріңіздер сол үшін. Давлениесі бар адамдарға болады, конечно. Не черепной давление болған, қыздар. Осы wellness pack-тің арқасында, осы омега 3-дің арқасында сондай давленияларымнан құтылдым, басым ешқандай ауырмайтын болды. И зрение нашар еді. Алыстан көрмейтін ем, қазір көрем. Ал енді кетті. Келесі бізде парфюмдардың беті ашылды. Яғни парфюмнің беті новинкаларымен толып тұр қазір. Не новинкалар. Қазір көрсетемін. Так. Бізде міне на парфюм және гель для душа и лосьон для тела. Лосьон для тела, но гель для душа. Қараңыздар, қандай набор болып сыйлыққа берсеңіздер де. Иісі холодный лау. Сразу айтып қояйын, холодный лау. Нежно холодный деймі, қалай? Сондай бір иіс, сладкий иіс емес, сразу айтайын. Егер холодный иісті жақсы көретін болсаңыздар, алып үлгеріңіздер, өте күшті скидкамен келіп тұр. Міне, мынандай болады. Духи. Прозрачный, аппақ болып тұрады. Мына жерде розовый екен. Так, келесі бізде мына жерде Infinita алдыңғы каталогта шыққан новинка болатын. Осы духиді алсаңыздар, мына жерде помада тегін келеді, қыздар. Осы бетті өтіп кетпеңіздер. Мынаны алғаннан кейін автомат мына помада қосылатын болады. Осы парфюмді мен қолданып жүрмін негізі. Қатты ұнайды, прям күшті ғой иісі. Мандариннің иісі шығады. Сладкий иісті қатты жақсы көрем, сондықтан осыны мен алдым. Қараңыздар, қандай күшті. Сладкий иісті жақсы көретін қыздар, алыңыздар. Міне. Ары қарай кеттік. Бізде аңызға айналған духи бар. Қанша жылдан бері сатылымда келе жатқан, міне, Усия деген духи. Күшті скидкамен келіп тұр, өте арзан бұл. Бұл қалмай қалады. Ертерек алып үлгеріңіздер. Өте спрос жоғары бұл духиге. Келесі бізде уже өте күшті скидкамен Eclat Flame барлығы келген екен. Енді мынау именно Possession, менде мына түрі бар, Possession парфюмерный духи. Ал мынау Possess The Secret дегенді енді алып көрмекшімін. Қандай күшті екен.
қазір мынау менде барын көрсетейін сіздерге. Мына заттарым прям өте көп болғандықтан қай жақта не алып жатқаны уже. Міне, мына парфюм менде бар, міне. Өте күшті иісі. Мынаны былай бұраған кезде бүйтіп ашылады. И былай қайырып жауып тастайсаңыздар болады. Өте идеальный, вот шикарный ғой мына флаконның өзін айтып тұру, қандай духи екен. Богатый ғой. Богатый иіс. Енді мен мынанын сіздерге қымбатырақ бағада болса, егер мына түрінен алыңыздар, онда келесі бетте уже мини флаконда келіп тұр парфюмдар. Міне, вот. Мына түрінде алсақ болады. Промик сияқты қылып, өте кішкентай көлемде сумочкалардың ішінде жүреді көбінесе. Өте ыңғайлы. Осылардан алып қалыңыздар. Неше түрлі иістер бар мына жерде. Келесі бізде уже мужской духилер кетеді. Мужской духилерді көрсетпей қояйын. Ары қарай витаминдерімізге тоқталып өтейін. Біздің витаминдерімізге, именно коктейльге тоқталып өтейін. Қалғандарына кейінірек. Осы коктейль үшін тіркеліп, Аллаға шүкір 20 килограмм арықтап отырмын. Міне бізде клубничный, ванильный және шоколадный түрі бар. Қай түрін жақсы көресіздер, соны аласыздар. Міне менде клубничный. Мен әдейі мынандай блендер сатып алдым, өте күшті. Прям салып алып, көпіртіп ішеді. На самом деле өзінің Oriflame'ның осындай шейкері бар. Коктейльді алған кезде шейкермен бірге алыңыздар, иә. Көп қыздар мынаны алып алады да, и іше алмай жүреді. Дәмі бір түрлі екен, бүйтіп қалды екен деп. Просто мынаны алыңыздар да, өзінің мермен ложкасымен салып, мына жерге дейін суды құйып, былай қатты 5 минутқа жетпей шайқаңыздар. Көпіртіп алып ішіңіздер, әйтпесе 1-2 шайқап қойып, сосын ішкеннен қалай ол дәмі болады. Коктейль деген қатты шайқалу керек, көпіріліп тұру керек, сонда ғана иісі керемет болып ішеді, дәмі керемет болып ішетін боласыздар. Сондықтан да бұл 20% скидкамен аласыздар. 4-ші тегін, қыздар. 4-ші тегін. И бұның ішінде білесіздер ме, қандай продукт бар. Бүкіл белок, бізге керекті, күнделікті қажет. Тамақ қой былайша айтқанда, тамақ. Просто ұсақталған күйі. Тойымды жүресіздер, ешқандай тамақты ауздарыңызға артық тамақ, артық салмақ, артық тамақтан еді. Сондықтан да бұл сіздердің кішкене аппетиттеріңізді болдырмай тұрады. Яғни тойымды болып жүресіздер. Значит, тамақ ішкілеріңіз келмейді. Дұрыс па? Сондықтан да естественным путем, без диет арықтауға болады, қыздар. Ал толғыларыңыз келсе, бұны сүтпен, йогурт, айранмен қосып ішесіздер. Тамақтан кейін ішесіздер, толадыңдар. Ал арықтайтындар тамақтан алдын жарты сағат бұрын ішіп аласыздар, одан кейін тамақтарыңызды ішсеңіздер болады. Бірақ енді бұл коктейлді мен ішіп жатырмын, все болды, мен арықтаймын деген понятиядан алып тастаңыздар. Өздеріңіздің жаттығуларыңыз болса, жаттығу жасаңыздар, просто эффективнее болады тез арықтауларыңызға. Ал басқа китайский дәрілерді ішіп, неше түрлі аурулар жұқтырғаннан гөрі бізде GMP стандартына қай жерде, вот, мына қараңыздаршы, без ГМО, без этого GMP стандартына продукт. Сондықтан да алыңыздар, немесе Wellness Life-қа подписка жасаңыздар, ішінде Wellness Play-мен болады. Өте тез нәтижеге жеткізеді. Егер мына коктейлді ғана ішіп отыратын болсаңыздар, сіздер как будто бір жаяу жүргендей боласыздар да. Ал Wellness Pack, вот, мына витаминдердің барлығын бірге қосып ішсеңіздер, таксимен жеткендей боласыздар. Сол сияқты күнделікті үзбек витаминдерді ішіп жүрейік. Ал енді келесі беттерімізде Новый сериясы. Новый сериясын
Білетін боларсыздар, біздің өте күшті мақтанышымыз әжімді болдырмайтын әртүрлі жасқа арналған комплексный уход. Біз не істейміз? Бетімізге әжім болмаған қалаймыз да, бірақ бір күндізгі кремді алып қойып, соны жағамыз, болмаса бір күні ұмытып кетеміз жағуды, келесі күні ой жақпаппын ғой деп қайттан жағып аламыз жаңағыдай. Сондықтан да мен комплексный уходты алдым 50%-ке салып, яғни 150 балдың пайдасы осында. Гель тоник 2 в 1, көзге арналған сыворотка и күндізгі және түнгі крем осы 25+. Енді әжім басайын деп жатқан қыздар деймін. Мен қазір жасым 27-те. Комплексный уходпен бетімді әлден күтіп жатырмын. Маған не надо 30-ға келгенде тағы да ой әжім бас кетті, не істеймін деп жүргеннен гөрі қазір алдын алуым керек. Сондықтан да сіздерге совет, бәрін бірге алыңыздар. Мынаны жағып, потом ананы жүрмеңіздер. Одан эффект болмайды. Тек қана осылай комплексный уход жасаған кезде болады. Қанша тұрады дейді. Комплексный уход бізде 20 мыңнан басталады. Өз бағасымен тіркеліп алатын болсаңыздар. Ары қарай уже мен сияқты айлыққа шықсаңыздар, мен тегін аласыздар. Мынаны мен айтайын ма қаншаға алдым? 20 мың теңге болса, мен бұны 50%-ке салған кезде бір 13 мың теңгеге алдым ғой, қыздар. 13 или 10 мың даже. Сондықтан выгодны жағын қарастырыңыздар. Өзіңіздің сұлулығыңыз үшін ешнәрсе аямаңыз. Өзіңізге қарамасаңыз, ешкім сізге сізді келесі бізде Новеждің түрлі маскалары бар, тканевая маска, неше түрлі. Мен Новеждің мына жерде ерекше айтып кетейін, көзге арналған макияж сүртетін, яғни тек қана көзге сүртем. Көбінесе көзімді бояған кезде қатты ашытып кететіні бар, неше түрлі макияж сүртетіндер. Көз ең нәзік болады, ең нәзік тері болғандықтан бұған особый уход керек. Не қараңыздар, кәдімгі сұйық гель сияқты бұны дозатормен алып, и бір сүрткен кезде сразу алынады. Мен соны дәлелдеу үшін қазір сіздерге жағып көрсетейінші. Осыны ауызбен айтқаннан гөрі көрген жақсы, дұрыс. Қазір мен күте тұрмыздар. Қолыма жағып көрсетейін бірінші, сосын сүртіп аламыз. Мына тень алайын, қолыма жағамын да сүртіп алайық. Қосымша подводка, міне. Тағы не бар? Тушты жағып қояқ. Көзге не жағамыз, соны жағып қояқ. Ал кеттік, енді көзімізден қалай сүртіп алатын керек. Не, шықты от. Іштен жағып аламыз. Ал кеттік, бір рет сүртем. Көрдіңіздер ме, қалай алып тастайды? Күшті ма, қыздар? Сразу алып тастайды ғой. Бетіп жаңағыдай. Бетіп ысқылап атқан жоқ ма, дұрыс па? Жаңағы көрдіңіздер, бетіп күшті, бетіп ала салдық, болды, бітті. Сондықтан да именно көзге арналған осындай уходпен алыңыздар, міндетті түрде. Көзге обычно ерте әжім түседі, сондықтан да өте мұқият болыңыздар көзге. Қолымды жуылайын тағы. Каталығым түсіп кетті ғой. Келесі бізде кеттік. Новеждің тағы да менде несі бар? Қолға арналған крем. Міне уже бітіп атыр. Қолымызды күнде посуда жуамыз. Өте нәзік болып кетті уже қолым. Нәзік.
прям. Мынаны жағып аламын да мен естен. Мынандай бір қолғабым бар мен. Соны киіп аламын. Еріккен ермегі деп күйеуім күледі ғой. Не істеп жүрсің деп. Маған удобно ше, сенсоры несімен күшті ұнайды маған естіп жатқан. Қолыма жағып алып, әйтпесе сотканы да ұстай алмайсың ғой. Менің жұмысым онлайн болғаннан кейін всегда бүйтіп отыруым керек қой. Сондықтан да мынандай алып алдым. Қолыма да күтім жасаймын, и все. Киіп көрсетейін, күшті. Хлоп қой. Мен сияқты еріккендер болса алып алыңыздар деп қойын. Өздерін күтетін қыздар болса әрине. Новайш сериясын біттік, ары қарай. Қазір уже новинкаға келген екенбіз. Жоқ, не мынаны көрсетейінші, Оптима сериясындағы мицеллярный вадан көп адам жақпайды екен. Мен ана сам себе визажист дегенді оқыған кезде міндетті түрде қандай макияж жасасын болсаң да бірінші немен сүртіп аласың деп үйреткен. Сондықтан да соны естіп сразу мен мына серияны алып алғам. Өте үлкен көлемде уже бітіп жатыр. Әр макияж жаққанда осыны алып сүртіп алам, сосын макияжымды жағам. Бұл бетті толық тазартады. Мицеллярный вода. Қалай көп ретінде. Сондықтан да скидкамен кеп тұр екен. Мен оны сәл қымбатқа алғам. Просто қатты керек болды, алып алдым. Ал сіздер, тем более күшті скидкамен тұрған кезде алыңыздар. Скоро уже боянуды үйренесіздер, қыздар, осыны алып үлгеріңіздер. Мына жерде Оптималстың глина маскасы бар екен. Мынаусы менде бар міне. Глиновый маска, қыздар. Бұл бетке жағып қатып қалады. Кәдімгі күшті. Бұл масканы жаққан кезде күшті иіс шығады, мятный иіс шығып тұрады. Күшті шығып тұрады иісі. Прям демалып жатасыздар да. 5-10 минутыңызды осы маскаға арнаңыздар. Жағып алыңыздар да армандап жатыңыздар деп қойын. И 10-15 минуттан кейін сүртіп аласыздар. Қатып қалуы керек. Қатқаннан кейін уже снимать етіп аласыздар. Снимать еткеннен кейінгі эффект айта алмаймын мен сіздерге. Беттеріңіз аппақ болып ағарып қалады ғой енді. Мына мойындарыңыз қара болса, мына беттеріңіз деген аппақ қалады. Мына бәрін алып түседі ғой. Пораларды, іштегі кіріп кеткен макияждың мынандай неше түрлі нелер болады ғой. После макияжа қалып кеткен. Вот соның бәрін түсіреді ғой, қыздар. Күшті демалып қалады беттеріңіз. Тоже скидкамен екеуі супер бағада тұр. Алғыларыңыз келсе алыңыздар. Енді барлығы қазір бетке екене. Байқадыңыздар ма? Мынаның барлығы бетке арналған. Оқуд. Ары қарай кеттік. Енді новинкамыз. Новинкамыз бізде детский шампунь. Без слез. Бұны мен 1,5 жыл күттім. Себебі 1,5 жыл болды. Бұндай өнімнен шықпағанына мен тіркелгелі. Енді шықты ғой, енді шықты, қыздар. Мәссан 99% натуральный. Қараңыздар, қандай күшті. Тазатырымен өте ыңғайлы. Көпіріп, прям күшті болады. Міне, мынандай коробочкада келеді. Құтты болсынға жаңағыдай баратын қыздар осындай наборды алып, подаркке берсеңіздер де қандай ұялмай бересіздер ғой. Мәссаған. Күшті нәрсе. Мынау масло, мынау бальзам. Қазір ашып көрсетем. Чем басқа жақтан киім или басқа бір нелер барамыз ғой, подаркке. Өзіңізді магазинде тұрған кезде не қыласыз, басқа біреуді байытып. Лучше өзімізден аламыз. Бәрі бар ғой бізде. Масло для тела. Балапандарды шомылдырып, одан кейін масланы жағып массаж жасап, ешқандай иісі жоқ, натуральный барлығы, арнайы дайындалған, сондықтан да қымбатырақ болып тұрады. Балапанымыз үшін еш нәрсе аямаймыз ғой біз негізі. Сондықтан да алыңыздар, қыздар.
детский для новорожденных туылғандарға арналған шампунь, масло и бальзам қыздар. Шомылдырып терілерін тап-таза қылып отырамыз. Сыйлыққа берсеңіздер де ұялмай. Келесі кеттік. Қанша теңге тұратыны барлығы көрсетілген. 20%-ке салып, өз бағасымен алып, без поделок, без ничего алыңыздар. Күшті. Осыларды көріп туғым кеп кетеді. Дұрыс па? Қараңыздар, қандай күшті. Балаларыңыз бар болса, сразу алыңыздар. 50%-ке салып алыңыздар, болмаса қымбат деп ойлап атсаңыздар. Ары қарай кеттік, уже шампуньдар басталған екен. Хайрдың шампуньдары, мен Элеоға көшіп кеткем. Элео бізде ең деген профессиональный шампуньдардың бірі ғой. Осы именно осы каталогта күшті скидкамен келген. Міне, мына шампунь мен мынау бальзам для волосты алсаңыздар, мына кондиционер тегін қыздар, тегін. Енді көрсетейін. Мен мына шампунь мен кондиционерді 2 ай болды қолданып жүрген. Уже ауа мына ішінде уже жоқ бітіп жатыр. Как раз мен мынадан алатын болдым, как раз скидкамен алып қалдым. Шаштарыңызды айтайын, қандай болады. Жуып атқан кезде уже сезесіздер ғой, шаштарыңызды. Андай бір болады ғой. Сәл анау терілер ашылып атқан сияқты бір сезім болады ғой. Вот сондай болады. Иісі деген айта алмаймын енді. Шаштарыңыз көтерілген кезде страшно объемный болып, жылтырап, деген күшті болады. Профессиональный шампунь ғой. Сол үшін де қымбат қыздар. Просто ешқандай прическа жасаған кезде де қиналмай, послушный болып қала салады, жылтырап қала салады. Білмеймін, ең вообще күшті ғой, сөз жоқ. Алыңыздар, тем более скидкамен тұрған кезде ешқандай ойланбай алу керек қой бұл нәрсені. Так, келесі бізде уже мына дезодоранттар шыққан. Активелдің шариковый, спрей и кремовый. Мына кремовый қалай жағамыз деп көп адам сұрайды. Бұны кәдімгі крем сияқты. Міне, мынаны кремовый дезодорант деп ойлайық. Аласыздар қолдарыңызға, мына жерлері кішкене жағып, қолтыққа бет жағасыздар. Одан кейін сәл пудровый эффект береді. Бірақ жаңағыдай терлеу, иіс шығару деген кішкене болмайды қыздар. Шариковый мынандай болады. Түрлі-түрлісі бар ғой. Қандай керек сізге, без следов, без запаха, бір нәрсе деген түрлер өте көп. Қандай керек сізге, соның бәрін ала беріңіздер. Дезодоранттарымыз қышытпайды, самое главное қышытпайды қыздар. Енді сіздерге ең главныйын айтайыншы. Мына мен ана каталогтың басынан айтып келе жатқан нәрсе бар ғой. Соның бәрін, ладно, алмай қойыңыздар, бірақ мынаны алыңыздар қыздар. Мынаны. Міне, мынау интимгель. Бұл бүкіл ауру сол жақтан жұғады ғой. Қыздар, менің парақшамда именно қыздарға арналған деп жазып қойғам, еркек кісі кірмейді. Сондықтан да смело айтуға болады ғой. Мынаны климакс болмайды қыздар. Климакс деген не екен білесіздер ма? Болмайды. Бұл кәдімгі бетке де жақпай қойыңыздар. Ана жаққа жағып, мына интимный зоналарыңызды қорғаңыздар қыздар. Мен жумайым интимгель қолданбаймын деген қыздарға мен шок болам ғой. Қалай ол интимгель қолданбайды? Өзінің денсаулығы бірінші орында. Қалай қолдануға болмайды? Ужас деп таң қалам ғой. Мынаның құдіреті, вот, ешқандай ауру жұқпайды. Бүкіл ауру сол жақтан не болдым, не дейді, виделением, басқа нәрсе болмайды. Жуастар. И супер скидкамен тұр. Всегда 3-4-еуін алып қойыңыздар. Всегда жуыңыздар. Күніне 3-4 рет. Көрдіңіздер ғой да. Енді қараңыздар, бұл не үшін?
кейбір қыздарымыз даже посуда жуады екен. Себебі бұл натуральный 100% қыздар. Мен шок болдым естіген кезде. И жаңағы мынамыз, мысалы боянамыз, қаншалықты мынау мицелляркамен болсын, вот сүртеміз ғой. Бірақ мына мен сүртіп көрдім ғой, мен көзімді прям сүрттім, ешқандай ашытқан жоқ. Көпіріп, мына жерде көпіріп тұрса да ашытқан жоқ. Сөзін шыны өзім попробовать етпесем, мен сізге айтпаймын ғой. Бүкіл ағып түсті ғой. Тушта қалған қалдықтар бәрін алып түсті. И ешқандай қиындықсыз сүртіп алдым ғой мен. Просто интимный гель деген аты ғана болмаса, атак өте күшті эффект береді ғой. Сондықтан да бояу алмасаңыздар да мұнаны міндетті түрде предлагать етіңіздер, өздеріңіз алыңыздар. Ары қарай кеттік қыздар. Так, бізде ары қарай уже нелер. Мына бір бетті өтіп кетпеңіздер, қарап. Мынау қарамен жазылғаны қымбатырақ. Мына жерде қызылмен тұрғаны сәл скидкамен тұрды. Кейбір қыздар өтіп кететкен осы жерлерден ше. Қараңыздар, өздеріңізге керек заттар болса, осы қызылмен тұрған бағада алыңыздар. Мына бетті бәрі қымбат деп ойлайды и өтіп кете береді. На самом деле арзан заттар да бар, міне қызылмен тұрған. Интимный гельді даже не екенін білмейтін қыздақтан қаламына. Қазір мен эфирінен кейін біліп жүретін боласыздар деген сенімдемін. Одан кейін ешқашан сабынмен жумайтын боласыздар ғой. Сабынмен жусаңыздар климакс ерте болады. А вот мұнымен жусаңыздар ешқашан болмайды деп қойын да. Ешқандай ауру жұқпайды. Айтпай қойын, жаман аурулардың атауы не? Сондықтан да сақ болар қыздар. Ары қарай бізде уже аксессуарларымыз кеткен, күшті. Сырға, алқа, сумочкалар, күшті, қараңыздар, қандай бижутерия деп қоямыз, бірақ бұл қандай служить етеді сіздерге ұзағынан, ешқандай сарғайып нетпейді. Супер ғой, супер. Мына очкиді көрсетіп жіберейін. Қай жерге қойдым? Так, мынандай несімен чехолмен келеді. Өзі өте үлкен. Тоже мына несі бар, сүртетіні. Так, мына очки маған жараспайды деді күйеуім. Сонымен тақпай қоя салдым деп қойын. В принципе, 4 бұрышты анық көрініп тұрсыздар. Ешқандай мутный емес. Барлығы көрінеді. Сондықтан да осы очкиді егер складта таусылмаған болса алып үлгеріңіздер. Супер. И прочный ғой қыздар. Прочный, прям күшті 3 жыл, 4 жылдан ойланбай тағасыздар ғой. Мына бір сумочка ұнады. Сап-сары екен бірақ. Егер сары түсті ұнататын қыздар болса, именно осы каталогта шыққан, алып үлгеріңіздер. Мына күшті. Мына уже шыққан кезінде жоқ болып кеткен. Қазір бар шығар. Именно осы бүгінгі каталогта заказ бергендер осыған үлгеріп қалады деп ойлаймын. Круглый тоқыма сумочка. Так, келесі бізде Jardani Gold'тың сериясынан уже тоналкалар барлығы шыққан екен. Мынау тоналкалар скидкамен тұр. 3000, основной 5000, 6000 еді. Вот. Егер алам десеңіздер, скидкамен тұрған кезде алып үлгеріңіздер. Jardani Gold бізде ең брендовый серияның түрі. Бізде The One, On Color сериялары бар, я. Әркімнің өз қалтасына көтеретіндей не косметика түрі. Сондықтан да егер бай әйелдер болса, вот именно Jardani Gold сериясынан ұсынатын болыңыздар, я. Мен жаймен осыған өтіп жатырмын. Келесі бізде мынандай вот выкладыш деп аталады. Каталогтың ішіндегі скидка деп айтсам да болады. Вот
осы жерден күшті өзіңізге ұнаған заттарды өте күшті скидкамен ала аласыздар. Бұл электронды каталогта жоқ мына беті. Сондықтан да живой каталог барған болса, осы міндетті түрде осы жерлерден қарап алыңыздар керектеріңізді. Міне мынаңыз қараңыздар, қандай күшті. Бізде адам тіркеген үшін берілген, мыналардың барлығы тегінге берілген. Қазір сіздер осыны супер бағамен, 50% бағамен ала аласыздар. Қыздар, тағы да шыққан, алдыңғы каталогта шыққан, тағы да шығып тұр екен. Алыңыздар. Өте прочный, качествосында сөз жоқ. Енді тағы да бір мына нәрсені айтқым келіп отыршы. Фарфоровый ыдыс. Өтіп кетеміз, бірақ, в принципе, живойнан көрсеңіздер, мүмкін ойларыңыз өзгере ма деп көрсетейін деп жатырмын. Азиз бара тұршы. Шыңғырып отыршы. Міне, бізде чайник, фарфоровый чайник, мынандай немен келеді. Қазір ашып көрсетім, қараңыздар, қалай упакованы мәсі. Менде уже біреу қолданып жатырмын, мынау жанаса, менде екеуі бар. Мынау прям шықырлағымен бірге тұрады. Мына өрнегін көріңіздерші, өрнегін мәсі жылтыраған кезең. Мынау суретін ұстасан бүдір-бүдір, прям қолмен салынған деп айтты ғой алдын алған кезде. Шикарный ғой, шикарный. Фарфоровый ыдысты қолданып, шай ішкен кезде де бай адамдар ұқсап, жаңағыдай өзімізді сыйлап, ішкенде не жетсін, күйеулеріңізге де осылай шай қойып беріп жатсаңыздар, былайша айтқанда күшті болады ғой, өзін прям күшті сезінетін болады. Сондықтан да осындай сервистарды қолданыңыздар, қыздар, алыңыздар. Базарда бұндай скидка болмайды, сізде қаншалықты экономия жасасаңызда. Келесі тағы да нені көрсетем, молочница мен сахарницаны көрсетем. Көрмегендер болса. Так. Анау бізде сахарница. Тоже күшті упаковкаде келіпті. Барлығы бір-біріне де коробкаде. Так, міне. Прям барлығы қалай упакованы десеңіздер. Бірінші алған кезде таң қалған, қалай күшті істеп берген деп. Қараңыздар, қандай күшті. Сахарница. Так, келесі молочницаны сразу аша салайын. Қонақ күткенде шикарный ішетін боласыздар ғой. Қайта-қайта қонаққа келетін болады сізге. Именно осы ыдыспен шай ішу үшін сіздерге. Қараңыздар, қандай күшті. Молочница, сахарница. Осы каталогта келіп тұр, қыздар. Қызыққан болсаңыздар, посуда деген жанды жеріміз ғой. Алыңыздар, қыздар. Так. Ұнады ма? Күшті ғой, я? Сөз жоқ қой, сөз жоқ. Прям фарфоровый ыдысты бізде арнайы фарфоровый ыдыс сататын неге барсаңыздар, мынандай скидкамен ешқандай бермейді. 2 есе, 3 есе сатылып тұр бұл негізі. Таза, без подделок. Сондықтан біз қымбат, бірақ бізге скидкамен беріп тұр ғой, 20%. Мына өзі скидкамен тұр. Бұған 20% алып тастаңыздар, вообще супер цена шығады сіздерге. Так, ары қарай кеттік, уже каталог бітейін деп жатыр. Мына жерде Oncolor сериясы, уже помада өздеріңізге керекті. Бірақ кішкене арзан бағада дейміз, подростковыйлар, яғни қандай арзан нелер косметика болса десеңіздер, вот Oncolor сериясын ашасыздар да, соны предлагать етесіздер. Бұл да шикарный негізі. Арзан демесек. Менде бұлардың пудрасы бар. Так, қашақ. Айна жоқ, тек қана осы. Пудрасы бар. Тағы не бар еді? Короче,
томальный қолданатын едім бұдан. Келесі бізде мына лак шығыпты, қыздар. Гель лак. Гелевый покрытие жасаймыз деп жүргендер, қыздар. Міне, сіздерге гель покрытиесі бар лак шықты, қыздар. Лактарыңыз өте ұзағынан тұрады енді. Новинка күшті ма? Салонға барудың қажет жоқ енді. Уже Зауанның сериясы басталды. Уже косметикалар мына жақта барлығы. Мына жерде помада, карандаш для губ, блесктермен. Именно карандаш для губ ол подчеркивать етеді мына жерлердің барлығын. Аккуратно жағылғаны көрініп тұрады. Сондықтан да помада алсаңыздар, міндетті түрде соған сәйкес карандаш для губ алыңыздар, қыздар. Онсыз ешқандай макияж идеальный тұрмайды. Алыңыздар. Мынау вообще блеск для губ, жылтырап тұрады ғой, еріндеріңіз. Көрдіңіздер ме қалай? Міне мына жерде ерекше атап өтетін менде қасқа арналған тень. Бұны мен өзім сатып алған жоқпын. Бұны компания әдейі маған салып жіберді, видео обзор жаса деп. Сондықтан да еш қиындықсыз мен алдым. Қолданып жатырмын енді вообще күшті. Мына жерде несі бар? Кистері. Мен бұны мына кистпен қолданамын особо. Тамағым шықпай ма, даусым нормально естіліп тұр ма? Мынау кисть бар, скошенный кисть для бровей. Вот жағамыз бүйтіп. Міне. Мынау түрі қатты қанық түстік береді. Көрдіңіздер ме, қандай қанық болды. Енді бұны қазір сүріп тастайын да. Так, мына түрін жағамыз енді. Мына түрі мынаған жағам. Мынау вечерный, мынау дневной макияжға кетеді. Уже мынау естественно көрініп тұрады. Мынау уже неге қатты көрініп тұрсын десеңіздер. А вот мына үшінші бар ғой, бұл консилер сияқты. Егер мен мысалы бүйтіп шығарып жіберетін болсам, ой, мына қарасынан жағайыншы. Мысалы бүйтіп шығып кетті дегенде, мынау лишний нәрсе. Бұны мен аламын да, мына жердегі консилер сияқты кремовый несімен алам, текстурасын. И вот бүйтіп түсіп тастаймын. Жоқ қылып тастаймын. Особо мынамен қолданбаймын, мен мынамен қолданамын. Өзімнің консилерім бар ғой, вот. On Color сериясынан консилер көп қолданамын. Қараңыздар, қандай жоқ қылып тастаған ғой. Мынандай еді, мынандай ұзындығы. Уже бітіп жатыр. Аламда бүйтіп жоқ қылып тастаймын. Мынау тоже сұйық консилер. Мынау твердый. Бұны былай жағып нетсек те болады. Бүйтеміз и жоқ қылып тастаймыз касмен. Кистін байқайды. Жоқ қылып тастаймыз дейді. Көрініп тұр ма өзі? Деп. Мына консилерді білесіздер ма, не істеуге болады тағы да. Мысалы, мына жерде мен боянбаған қоям. Мына жерде міне қызыл болып тұратын. Всегда мына жер қызыл болып тұрады. Мен новый сериясын қолданғаннан кейін уже жоқ болып тұр. Жоқ бар екен, міне қараңыздар. Вот мына жерлер қызыл болып тұратын. Мен бүйтіп алатынмын да, бүйтіп жағып, оны жоқ қылып тастайтын. Бүйтіп. Көзін мына жерін бәрі қап-қара болып жүретін өмірі. Қазір ол жоқ, Аллаға шүкір, бірақ сонда да қара дақтарыңыз болса мына жерлерде, вот аласыздар да бүйтіп жағып тастайсыздар. Көрінбейді, ешнәрсе көрінбей қалады. Идеальный болып қалады. Тональдың үстіне жағылады ғой негізі. И мынау тен жаққан кезде де тендеріңіз анда-мында шығып кетсе, осыны аласыздар да бүйтіп жоқ қылып тастайсыздар ғой бәрін. Сүртіп нетіп жүрмейсіздер да. Консилер осы үшін, қыздар. Так, тоже жидкий. Қазір оны жақып көрсетейінші. Бұны мен за доставку алған.
за доставку тегін деп вот өте арзан келді. Доставкаға құр ақша төлемеймін, заттай келді. Міне мынаны аласыздар, қайқа жақсам болады екен. Мына еріне помада жағамыз, кейде мына шығып кетеді. Сол үшін де мына жерлерге жағып қойсақ, идеальный қылып сүртіп алып, ешнәрсе сүртіп жүрмейсіздер да. Түсіндік қой, консилер не үшін керек екенін. Мынау түрі, мынау түрі, түрлі түрлері бар. Жардани Голд түрінен де бар. Так, ары қарай кеттік. Уже бізде бітті уже страницалар. Міне, мынау праймер. Мына праймерді көрсетем қазір не үшін екен. Так. Міне праймер для век. Қараңыздар. Қолыма жақтым. Ой. Кішкене жақтым. Мынаны бүйтіп, мынау тенге, көзге жақа салайыншы. Мен көзіне қолыма неғып жағып жүрмін. Бүйтіп жағастыр да. Уже бітіп жатыр ма не? Как раз осы каталогтан бәрін алатын болыппын ғой мен, бәрі бітіп жатыр екен ішіне. Мынаны жағып тастайсыздар көзге. Тен жағатын кезде ең алдымен осы праймер жағып аласыздар да. Сосын мына тенді аласыздар. Мына кисть, мына тень. Ой. Не ашып кетті что-то. Мына кистьпен мына қараңыздар. Тень жақтым міне. Қанық болып тұр ма? Мына жаққа да жағып қойыппын ғой, жақпауым керек негізі. Енді мына жаққа жағып көрейінші. Мынау праймер жағылмаған жеріне жағам. Көрдіңіздер ме, қандай қанық болып тұр. Егер мен қолыма бүйтіп жағатын болсам, көрінбей қалатын еді. Тен көрінбей қалатын еді. Сондықтан да мына праймерді жағасыздар да, тенді жаңағыдай экономия жасайсыздар ғой. Қайта тен жағып, бүкіл көздеріңізді ауыртып жүрмейсіздер, ысқылап. Мына вейждің көзге арналғанмен сүртіп тастайыңыз. Праймерді аламыз, тенді экономия жасаймыз былайша айтқанда. Күшті скидкамен тұр барлығы. Мынаны нәрсені білесіздер ма, білмейсіздер ма? Кремовый тень. Карандаш. Қазір менде оның қара түсі бар. Тек қана қара жағатын ғой бұрын деген. Уже бітіп жатыр міне. Бұра алмайды ма? Бітті деген сөз. Мына қараңыздар қалай жағылады қазір. Мынаны да сүртпек болмайды. Так, көрсетем, көзіме жақпай қойын, қолыма жаға берем. Кремовый қараңыздар. Қолмен сүртейінші мынаны. Прям. Андай да. Растушевка жасаған кезде де күшті кетеді. Бір жағастыр болды міне. Көзіме жағайын бәрде. Бұрын деген үсіп жүретінем ғой мен. Қап-қара қып. Көзім үлкен көрінеді деп ойлайтынем ғой. Сөйтсем тенмен де жасауға болады екен ғой негізі. Мынау күшті көрдіңіздер ма? Жылып тұр ғой. Неше түрлі түсі бар ғой мынаны. Қалауыңызды аласыз. Мына 28 секунд қалыпты. Супер скидкаларды көрдіңіздер ғой, мен 1 сағат. Все, бітті. Мынаның бәрі осындай арналған. Қыздар, алып үлгереміз. 15 секунд қалды эфирін бітуіне. Ұнат деген ойдамын. Сондықтан да алып үлгеріңіздер скидканы. Қазірден бастап кабинетке кіріп тез заказ беріп тастаймыз. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.